Құрметті білім саласындағы әріптестер, қадірменді ұстаздар, ата-аналар және оқушылар, баршаңызды соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық пен отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ең бірінші, еліміздің азаматы болуға шын жүректен тілектеспін. Бүгінгі оқушымыз ертеңгі еліміздің іргесін ұстар азаматтар. Бүгінгі алған мектеп өміріндегі білімдеріңіз ертеңгі болашақ өмірлеріңізде үлкен бастама болатындығы сөзсіз. Бүгінгі таңда Мұнайлы ауданы бойынша 1071 мектеп оқушысы мектеп табалдырығынан аттап қоштасқалы тұр. Яғни 1071 түлек үлкен өмірге араласады. Баршаңызда осы алдағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тест сынақтарынан сүрінбей өтіп, жоғарғы ұпайды жинақтай отырып, балдарды жоғарғы оқу орындарына түсуге шын жүректен тілектеспін. Қазіргі таңда 961 оқушымыз өздерінің бақтарын сынау үшін үміткер ретінде ұлттық бірыңғай тестісінде тапсырып жатыр. Сіздерге алдағы асуларыңызға тек қана жоғарғы ұпайды жинай отырып, ұлттық бірыңғай тестіден мемлекеттік грант иегері болуларыңызға тілектеспін. Көз қуанышы оқушыларыңызды осы білім нәрімен сусындатып, талай додалы жарыстарға араластырып, қосып, үлкен мәртебелі нәтижелерге қол жеткізген ұстаздар қауымы, еңбектеріңіз ерен. Осы балалардың барлығы сіздердің алдарыңыздан жақсы тәлім тәрбие ала отырып, ертең болашаққа үлкен өмірге араласады. Сіздердің берген ұшан, қияр, ерліктеріңіз, еңбектеріңіз, бұның барлығы да осы оқушыларымыз үшін жасалып жатырған үлкен қызметтер. 2020-21 оқу жылында өте үлкен толағай табыстарға толы жылымыз болды. Екі бірдей мұғаліміміз үздік республикалық педагог байқауының нәтижесімен жүлдегер атанды. Сонымен қатар ең үздік ауыл мектебі номинациясын нөмірі 3 жалпы білім беретін орта мектебінің ұжымы иеленсе, бір алтын, 4 қола медальді иелене отырып, республикалық пәндік олимпиадада облыста ауданымыз үлкен топты жарды. Міне нәтижесінде білім саласындағы үлкен жетістіктерге, оның ішінде республикалық пәндік олимпиадасының қорытындысымен Мұнайлы ауданында 100 мектептің, 100 олимпиадалық мектептің ішіне енгізіліп отыр. Оның барлығы да осы мұғалімдеріміздің үлкен еңбегінің арқасы. Нәтижесінде оқушыларымыз топта үлкен жүлделі орындарға ие болды. Қымбатты оқушылар, қадірменді ұстаздар, баршаңызды 25 мамыр соңғы қоңырау салтанатты мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, алдағы мерекеде баршаңызға да жақсылық, қуаныш және түлектерге сәт сапар, ақ жол тілеймін. Мереке құтты болсын.